Қайырлы күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге осындай үлкен болып көтерілетін мақтадай жұмсақ, өте дәмді пияз нандардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жесеңіздер тоқтай алмайсыздар. Осындай ортасы слоеный болады. Салмасы өте көп, жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді және де жылы суымызды құйып аламыз. Үстіне 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін алып, үстіне ұнымызды және де 30 мг сұйық майымызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды жаймендеп біріктіріп илейміз. Барлық қажетті заттарды описаниеге жазып қалдырамын. Қамырымыз осылай біріккеннен кейін иінін қандырып, 5 минуттай илеп, 1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоясыздар. Және де 2-3 мәрте қайтарып илеңіздер. Осы уақытта біз ортасына салмасын дайындаймыз. Мен 250 грамм осындай ақ пияз қолдандым. Орташа жуадан 5 штук кетті. Және де көк жуаны 1 бумасын алдым. 100 грамм шамасында. Пиязымызды, көк жуамызды ыдысымызға салып алдым. Аз-маз тұз және де 1 шай қасық паприка қостым. Паприка менде тәтті паприка және де дәм беру үшін осындай кішкене ғана укроп қостым. Қалауларыңызға қарай кинза немесе басқа да шөптерді қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Салмамыз бізде дайын болды. Енді қамырымызды аламыз. Қамырымыз бізде осылай 2-3 мәрте көтерілуі тиіс, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды кішкене тақтайда иінін қандырып, осылай қолымызбен жайып жібереміз. Және де 4 бөлікке бөлеміз. Қамырыңызды өлшеп, ровно 4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Осылай жайып, жұқалап жаямыз. Жұқа етіп жаюларыңыз тиіс, өйткені көмпейіп көтеріледі. Жұқа етіп, еттің қамыры, мантының қамыры сияқты қылып жайып аласыздар. Және жайып алғаннан кейін бетін сұйық маймен толығымен майлап шығып, салмамызды саламыз. Бізде 400 грамм салма шығады. Соны 4 қамырға 100 граммнан ровно бөліп саласыздар. Салмамызды салып алғаннан кейін осылай рулетик істеп орай бастаймыз, шетінен бастап. Толығымен орап болғаннан кейін 2 ұшын бітейсіздер. Және де улитка жасаймыз. Тапамызға орналастырып, қалған жуаларды бетіне әсемдік үшін осылай салып шығам. Және де бетін жауып 25 минутқа қалдырдым. Кішкене қамырдың көтерілуі үшін. Жиырма 25 минуттан кейін алып, бетіне жұмыртқа жағып, 180 градусқа 30 минутқа жібересіздер. Бізде осындай болып шығады. Жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздерге рецептің ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.